Ал енді Мұхтар Әблязов бұл кісі біріншіден өте мықты экономист, өте мықты реформатор, программист, өте мынау жоғарыдан келеді ғой сәулені, өте мықты қабылдайды. Шахматист болғаннан кейін ол адамның бойында жаңағы тазалық бар, өте жоғарғы мәдениетпен, жоғарғы интеллекті, білімді азамат. Өзі химик, өзі физик. Казатомпромның несі болғанда жаңағы Мұхтар Жәкішевпен бірге де, ол кісімен де бірге ойнаған. Ол кісі де шахматист вообще-то. Енді бұл кісілер енді истинный адам, таза истинный білімді адамдар. Оны өзімізде енді біз кішкентай бала емеспіз ғой, көрдік. Қалай ол кісілердің басқарған кезіндегі мына банкіні қалай жеткізгені. Неге ондай қазақтың байғанын Назарбаев кезінде қалағысы келмеді. Лишь бы қазақ бай болса, менің орныма таласады деді. Оның өткірлігін көрді, сезді. Сондай мықты азамат екенін, халқы үшін бәріне баратын көре отырып, ол кісіні жауапқа салып, жаңағы түрмеге қамады. Болам деген баланың белін байлаған жоқ, белін сындырып, бетін қақты Назарбаев, потому что оған білімді жастар, қазақ жастары керек болған жоқ, өзіне конкурент болады деп. Енді қазір Мұхтар Әблязовтың мен мысал үшін 7-8 жылдан бері бағдарламасын, және 25 жылдан бері қазақ үшін күресіп жүрген еңбегін көріп отырмын. Біз енді дәл қазір Мұхтар Әблязовтың кім екенін және оған Назарбаевтың жала шапқанын көріп, дәлелді түрде бізге француз және итальяндық жаңағы сот жүйесі дәлелдеп тастады. Мұхтар Әблязов ешқандай жаңағы ұрлықпен немесе қылмыспен айналыспағаны туралы француз және итальяндық сот жүйесі дәлелдеп тастады. Енді Мұхтар Әблязовтың қазіргі бағдарламасы парламенттік республика құрамыз және бізге тәуелсіз сот жүйесін құрамыз деген бағдарламасы бойынша, жоспары бойынша жұмыс жасаса, Қазақстанда жарқын болашақтың басталайын деп тұр. Дұрыс па, Аян аға? Сіз қолдайсыз ғой? 20 миллион қазақтың ішінде 25 жыл Мұхтар Әблязовтай қазақ үшін шырылдаған, және дәл сол кісіндей басы істейтін мен басқа азаматты көріп тұрған жоқпын. Сондықтан мен парламенттік республика құрып, жаңағы контрактта отырған Нұрсұлтан Назарбаев, соның туысқандары Көлебаевтар емес па? Неге Тоқаев солардан сұрамайды? Бізде енді мына құрылтаймен 48-ші бапта Назарбаевты жаңағы нетпейтіндей қылды. Жаңағы неприкосновенный жасады, оған вообще қылмысы үшін жауап бермейтін жасады. Бірақ жаңағы шетелдік компанияларды сотқа берсе, онда Назарбаевты да бірге сотқа берсін. Солармен келісімшартқа отырған сол Назарбаев емес па? Былай қарап отырсаң, сол жаңағы бізге тиімсіз контрактқа қол қойып, шетелдік компаниялар әрине берсең ала береді. Біздің мүддемізді қорғайтын сол кездегі президент Назарбаев қайда болды? Неге соны айтпайды мысалы? Соның қылмыстың ішінде Назарбаев, Көлебаевтар бар да, ал тек олар шетелдік компанияларды шығарып отыр, Гага сотына қарай. Сонда шетелдік компаниялар айтып отыр, біздің ешқандай кінәміз жоқ. Әсіресе итальяндықтар, білесіздер, итальяндықтар өте жаңағы өз ойына нетпейтіндер болады, жаңағы қайтпайтын да, бірақ айтып тастайды. Айтады, біз сіздердің контракттарыңызға неттік дейді. Жаңағы ExxonMobil'дан уже не жіберіп жатыр да, представителі Қазақстан өкіметімен келісім шартқа отыру үшін. Бірақ соның жаңағы табиғатқа енді табиғатты жаңағы қаншама ластап жатыр дейді. Осы уақытқа шейін ластап келді, бірақ көзін жұмып келді. Енді неге жаңағы енді шыға қалды сол нәрсе? Қарап отырсаңыздар да. Осы қылмыстың бәрін біз білмейміз де, мына жақта өзімізбен өзіміз жаңағы жалғыз басты аналарға кім үшін төдің дейді. Айналайын, біздің еліміз бай. Біздің еліміздің байлығын кім көрмей жатыр? Итте күшікте көріп жатыр да, жаңа бүткіл дүние жүзінде. Тек қазақтың аналарынан, қазақтың кедейлерінен қызғанасыңдар, өздерің халық. Өзімізге тиесілі ақша, жаңағы қашаған болсын, жаңағы теңіз болсын, шикізат байлықтарымыз болсын, соның бәрі біздің жалғыз басты аналарымыздың үлесі, жаңағы кедейлеріміздің үлесі, пенсионерлеріміздің үлесі, инвалидтеріміздің үлесі екенін сіздер білмейсіздер ме, или білгілеріңіз келмейді? Қараңыздар, 20 миллион халықтың қаншама байлығы бар да, ал сол байлықты біз көріп отқан жоқпыз. Біз қаншама шетелдіктер алып отыр, оған кім не берді? Шетелдіктерді кінәламаймыз, оған тек Назарбаев мен Тоқаевты ғана кінәлаймыз. Айта беріңіздер.